Сәлем достар, бүгін біз пирожки жасайтын боламыз. Ашқан қамырды алдым мен. Осылай бөлшектерге бөліп аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнаса тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Өте дәмді болып шығады. Әрі тез, әрі оңай жасалады. Сосискамызды қабығынан аршып, қабығынан барлығын ашып аламыз. Осылай қамырымызды бөлшектерге бөліп, сосискамызды ішіне ортасынан бөліп салып шығамыз. Осылай барлығын бөліп болған соң, қамырымызды жауып шығамыз. Осылай жауып шығамыз. Қызып тұрған табаға пирожкимізді пісіріп аламыз. Екі жағын піскенше пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады, жасап көрсеңіздер болады. Мінекей.